осы топырақтың ішінде жүрген адамым ғой. 29 жыл болыпты мен осы авторлық құқықтың ішінде жүргеніме. 7 жыл агентство дегенді басқардым. 7 жыл. Совет үкіметі құлап қалған кезде. Ол агентство дегеніміз кейін интеллектуалдық меншік комитеті болып қайта құрылды, кішірейіп. Ол алғаш құрылғанда министрлік дәрежесінде болатын. Мен 7 жыл министр дәрежесінде қызмет істедім. Осы күнгі, осы біздің интеллектуалдық меншікке қатысты бүкіл заңда, әртүрлі нормативтік актілердің барлығын мен жасадым. Менің қолымнан шыққан нәрселер. Мен жасадым дегенде өзім отырып жаздым деген сөз емес. Менің қасымда азаматтарым бар ғой, жұмыс қызметкерлерім бар, юристерім бар, басқалар бар деген сияқты. Шетелден сұратып алдырып, басқасын қарап деген сияқты. Мәселе соңы екінші бір нәрсе мынау. Ол мына Совет үкіметі құлағаннан кейін, жаңа қоғам құрылғаннан кейін 96 жылы жаппай ауданға қосып, облысқа қосып, министрліктерді қосып топырлатып жатты ғой. Сол кездерде біздің жаңағы агенттігімізді де 8 министерство қосып берді. Министерство экономики и торговли дегенге. Осы Шүкеев деген бір жігіт бар ғой. Сол Шүкеев дегенді, сол бастық сол. Біз сол жерге, ол менің екінші баламмен жасты екен, Шүкеев. Біз соның қарамағына барып түскен кезде Құлыбаев, Асқар Құлыбаев деген екеміз, соның ішіндегі үлкендер екеміз. Сумаңдаған тілін орыс тілді жігіттер, ананың ішінде алғашқы жиналысын көргеннен кейін ақ шошып кеттім де мен арызымды беріп кетіп қалдым. Кетіп қалдым да осы қоғамды құрдым. Ол қоғамды құрған кезде өзі дүниенің берекесі кетіп жатқан заман ғой. Берекесі кетіп 90 жылдар ғой енді, қиналып жатқан заман. Сонда енді ақшасы жоқ мекемеге офис жалдайын десең де ақша жоқ, ештеме жоқ. Не істейсің? Сонда мен өз ақшама бір жаман екі этажда деген аты бар, бірақ жаман қаусап тұрған бір жаман үйді сатып алдым. Осы жаңа кімдер айтты ғой, біз бар сол жерден гонорар алып едік деп, кімдер жаман үйден. Бірақ енді сол жаман үйде бір жарым жылдай тұрдық та, соны өзімізді танытып алып, барып сөген өкілдікке кіріп, әйтеуір үй беретін жағдайға жеттік. Неге барып, кіріп қаусап, бос қалған ескі үйіне барып кіріп отыр. Міне, сөйтіп жасаған қоғам ғой, 22 бол, мына қоғамды жасағанның өзінде 22 жыл болыпты, сонда 29 жыл мен осындай жүр екенмін. Енді келіп тұрып, анау жігіттер мен туралы жазып жатыр ма? Жазғанда 82-ге келген деп жазады, менің жасыма тисе. 82-ге келдім ба, 92-ге келдім бе мәселе емес, мәселе менің қандай жұмыс жасай аламын ба, жұмыс жасай алмаймын ба? Бұл алжыған шалма, алжымаған шалма деген нәрсе болса бір құдай жүр. Бірақ мен 82-ге жүріп алам деген ойым жоқ. Мен 70 жасында біздің бір съезіміз өтті, сонда айттым, жігіттер, мен жасым 70-ге келіп отырмын. Енді сайлайтын адамдарын болса сайлап алыңдар деді. Бірақ сол кезде кімдер Израильдар басқа жігіттерде болған шығар, білмеймін. Сонда тұрып айтты, қиналып жатқан заман, Марал сенен басқаға сенбейміз. Ешкімге де, мен жаса, біздің жағдайымызды, қиын жағдайда тұрғанымызда, өйткені жаңадан ол кезде сырттан келіп жатқан бір тиын ақша жоқ. Біздер олар болмас болса, оларға ақша бере бастағанбыз, енді мынадан дайырылып қалмайық деген нәрсе. Содан 75-ге келдім, тағы да айтты, босатпай қойды, тағы да жағы. Енді не істеймін мен енді?
Мен жетпеске келдім ғой деп босатып Байғалиға беріп кеттім ғой мен бермей қойған жоқпын ғой. Байғалиға беріп кеттім. Креслома отырғыздым, айналайын, сен енді жас жігітсіңдер, жасаңдар, жұмыс жасаңдар. Соңғы мені құрметті төраға болыңыз, қасында жүреміз деді, құрметтер, жарайды, мақұлды қойдым. Енді келіп тұрып, анау жылы, осы 18 жылы қайтан жиналыс болғанда тағы да алдыда мінекей жағдайымыз мынандай болды. Жағдай қандай болды? Жағдай біздің қызметкерлер отыр осы жерде. Жұмысты жүргізе алмағандықтан бірталай адамдар, то есть біздің плательщик дейміз ғой, төлемшілеріміз. Басқасын айтып былай қойғанда 28 телерадио арналары кетіп қалды Қазақстан автономиялы болған. Оның ішінде misal Алматы деген сияқты айына 13-15 миллион теңге беретін үлкен мекеме бар. Сондай мекемелер айлап 28 телевидение радиодан ажырап қалған деген сұмдық емес па? Соның бәрін ажырап қалғандықтан келіп тұрып мынау мекеменің ақшасы азайып кеткен. Мына біз істеп отырған мекеменің күн көру мүмкіндігі сіздердің тапқан ақшаларыңызға байланысты, алған ақшаларыңызға байланысты. Өйткені сіздерден ақшаларыңыз шығады, 20% ақшаны ұстап алатынбыз, сол 20%-пен күн көреді. Енді сол не істеген? Ана ажырап қалған деген болжам, мен прошлый телевидениені айтып отыр, басқаларына ажырап қалған. Соңғы мен алғанда не қылған? 20% жұрттың зарплатын 20% қысқартып тастаған. Мына қиын заманда жармағандай зарплатың 20%, 25% қысқартып тастаған. Содан кейін 5 адамды ақша жетпейді деп әр әдден қысқартып тастаған. Сонымен қоймай график жасап қойып, бүкіл қызметкерлердің барлығын бір айдан 35 содержание жіберді. Соны көріп отырғаннан кейін мен айттым, қарағым, сен мына жұмыс істей алмайсың. Сен оданша мынандай, мен басқа бір қалам өспеген неге, сонда сен сондамыз, мынанда қолдан келетін кісіге берейік деп. Ал енді қолдан мен бермей кеткен жоқпын, беріп кеткен адамым ғой. Ал енді сондықтан амалым жоқтықтан мен енді амалым жоқ, қайтадан енді сіздердің қамдарыңыз үшін. Маған әнеуінде айттым, мені босатсаңдаршы, қойсаңдаршы деп. Тағы да жоқ, жүре тұр. Енді қашан жүре тұрам? Келгеннен кейін қайтарып алған нелеріңіз айтыңыз. Жоқ, осы келдім ғой. 28 кетіп қалған телевидение, радионы түгел қайтарып алдық. Бәрін түгел қайтарып алдық. Ол 28 телевидение, радио деген сөз не деген сөз ол? Қайтадан біздің қоғамға 300-400 миллиондай ақша қайтадан қайтып келді деген сөз. Сіздердің ақшаларыңыз ол. Соны қайтарып алдық. Енді одан берді қалған кетіп қалғандарды қайтаратын едік. Мына бәлеміз бастап жерді ғой. Мына бәлем бастап жерге соң жағдай. Енді әлі де жаман емес. Құдайға шүкір, жағдайларыңыз жаман болмайды. Тек қана мына шатақ әңгімеден құтылу керек. Сондықтан енді сіздерге осылай қолдап келіп жатқандарыңызға рахмет. Сіздер бірақ мені қолдамай қойыңыздар. Мен пенсиядағы адаммын. Өлмейтін ауқатым бар ғой, Құдайға шүкір. Бірақ жаңағы айттық қой, 800 пенсионер адам бар. Үшеті пенсионер адамдар да тұр. Мысалы, жетім балалар бар, жесір әйелдер бар. Барлығында осы өздерінің қаламақысына қарап отырған адамдар көп енді. Енді соларға қол ұшын берейін дейсің, адамның өзі де баратын жерімен, келетін жерімен емес екен, бірақ кезінде біз Совет үкіметінің заманында қайда жұмсаса сонда барып үйренген адамдарымыз бар. Үкімет қайда жұмсаса, сол жерге біз Байғалиларша аттандап, ойбайлатып көргеніміз жоқ. Анау жерге алып барып
қоя салатын мақұл деп жүре беретінбіз. Ана жерге алып барып қоя салады, мақұл деп жүре береміз. Бір күн мына орыннан босат, басқа орынға барасың дейсіз, басқа орынға бара салатынбыз, жүре беретінбіз айтқан істеп. 50 жылдан астам бастық болыппын. 50 жылдан астам бастық болыппын. Құдайға шүкір, бұлай бетіме шіркеу түсіп, бір қиянат жасап көрмеген адам емеспін. Менің мінезімді білетін кісілер білер. Сіздерге рахмет келгендеріңізге, қолдағандарыңызға. Мені қолдадым деп есептемеңіздер, өздеріңіз қолдаған, өздеріңіздің жалпы құқықтарыңызды өздеріңіз қорғап отырыңыз деп есептегендеріңіз жөн.